Мен Дидар Дәулетұлы. Және тақырып Present Perfect Continuous. Present Perfect Continuous. Аты айтып тұрғандай, өткен шақта басталып, қазіргі таңға дейін үздіксіз жалғасып келе жатқан іс-әрекеттерді сипаттау үшін қолданылатын есімдік шағы. Оның жасалу жолы мынадай. Мұнда subject, ол бастауыш, және have немесе has көмекшестігі, қасына been көмекшестігі жазылады. Және ing қосылған кез келген етістік жазылады. Кейіннен object, яғни толықтауыш қойылады. Ал осы present perfect continuous шақтың маңызды кілт сөздері олар for және since сөздері екен. Мысалға, we have been learning English for 2 minutes. Біздің ағылшын тілін үйреніп жатқанымызға 2 минут болды. Бұл present perfect continuous ол ағылшын тілінде сирек қолданылады. Себебі оның құрылымы күрделі болып келеді. Мысалға, present continuous шақтағы сөйлемді алсақ. It is raining outside now. Қазір сыртта жаңбыр жауып жатыр. Және present perfect шақтағы сөйлемді алсақ. It began to rain 2 hours ago. Жаңбыр 2 сағат бұрын басталды. Мұндағы екі сөйлемді present perfect continuous шағы арқылы біріктіруге болады. Мысалға, It has been raining for 2 hours. 2 сағаттан бері жаңбыр жауып жатыр. Мұндағы it ол subject, has ол has көмекшетістігі, been ол been көмекшетістігі, raining ол ing жалғауы жалғанған етістік. Екінші мысалы, present continuous шақтағы сөйлем. It isn't raining outside now. Қазір сыртта жаңбыр жауып жатқан жоқ. Және present perfect шақтағы сөйлем. But the ground is wet. Бірақ жер беті сулы. Ал present perfect continuous шақтағы сөйлемде It has been raining for a long time. Жаңбыр жауып жатқанына көп болды. Ендігі кезекте, осы present perfect continuous шақ сөйлемнің болымды, болымсыз сұраулы түрлеріне қарай қандай өзгеріске ұшырайтындығын білсек. Болымды сөйлем. Әсел has been playing outside. Әсел далада ойнап жүр. Бұл сөйлемде іс-әрекет өткен шақта басталған, бірақ қазірге дейін жалғасын табуда. Ал болымсыз сөйлем. They have not been sitting here for long. Олар бұл жерде ұзақ отырған жоқ. Ал сұраулы сөйлем. Have you been listening to me since I started my presentation? Сен презентацияны бастағалы сен мені тыңдап отырдың ба? Сұраулы сөйлемде have көмекшетістігі сөйлемінің басына шығады, ал you есім сөзінен кейін been көмекшетістігі және ing жалғауы бар кез келген етістік қойылады. Енді қолданылу жағдайларына келсек. Осы present perfect continuous шақ сөйлемде екі түрлі жағдайда қолданылады. Бірінші жағдай. Unfinished action in the present. Яғни осы шақта аяқталмаған іс-әрекет. Мысалға, She has been cooking in the kitchen. Ол асханада тамақ дайындап жүр. Мұнда іс-әрекет өткен шақта басталған және қазірге дейін жалғасын табуда. Екінші жағдайға келсек. An explanation of the state of the person. Адамның көңіл-күйін, оның физикалық жағдайының себептерін түсіндіру үшін қолданылады. Мысалға, Why are you so tired? We have been running outside. Сен не үшін сонша шаршап жүрсің? Біз далада жүгірген едік. Осы present perfect continuous шақ және present perfect шақ осы екеуінің айырмашылығы не? Present perfect ол өткен шақта басталып,
осы шаққа дейін жалғасын тауып келе жатқан іс-әрекетті сипаттайды. Бірақ continuous'тан айырмашылығы present perfect'те үзілістер болуы мүмкін. Ал continuous ол үздіксіз үнемі жалғасын тауып келе жатқан оқиғаларды сипаттайды. Мысалға, present perfect шақтағы сөйлем. I have drunk Coca-Cola this week. Мен осы апта басталғалы Coca-Cola ішіп жүрмін. Ал present perfect continuous шақтағы сөйлемде She has been drinking Coca-Cola for the past 5 minutes. Ол соңғы 5 минутта Coca-Cola ішіп отыр. Бұл сөйлемде іс-әрекет өткен шақта басталған және арасында үзілістер болуы мүмкін. Яғни, аптаның басында бір, аяғында бір рет ішілген болуы мүмкін. Ал бұл сөйлемде іс-әрекет өткен шақта басталған, бірақ қазіргі таңға дейін үздіксіз жалғасып келеді.